Ғарыштық жылдамдықтар. Денені жердің орбитасына шығару үшін керекті ең минимал жылдамдық. Формуласы V1 тең түп арасында gr. Оны ашатын болсақ, түп арасында үлкен G көбейтілген масса бөлінген r. Сан шамасы 7,9, оның 3 дәрежесі метр секунд. Бұл бізде бірінші ғарыштық жылдамдық дейді. Түсінгеніміз, қандайды бір денені осындай жылдамдықпен жоғарыға лақтыратын болсақ, бұл дене жердің серігі болып қалады. Екінші, денені жердің тартылыс аясынан мүлдем шығарып жіберу үшін қажетті минимал жылдамдық. Бұл бізде V2 түп арасында 2gr, ашатын болсақ 2gm бөлінген r, сан шамасы 11,2 көбейтілген оның 3 дәрежесі метр секунд. Бұл бізде екінші ғарыштық жылдамдық. Түсінгеніміз, қандайды бір денені осындай жылдамдықпен жоғарыға лақтыратын болсақ, бұл дене мүлдем жерді аясынан шығып, ашық космосқа ұшып кетеді.